Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Сәлеметсіздер. Қош келдіңіздер бүгінгі менің шебер сыныма. Бүгінгі мен шебер сыныпта көрсететінім төрт жануарлардың сүйектеріне бірнеше ойындарды түсіруге болады. Мен қолымда үйрету үшін алдымен бақалшақтарға шалқан ертегісін түсірген болатынмын. Бұл шалқанды мен тобыққа түсірдім. Осылай әртүрлі сүйектерге суреттерді бейнелеп, оларды іс-әрекеттерде, ойындарда қолдануға болады. Алдымен бүгін біз жауырынға Алдаркөсе мен Бай ертегісін түсірейік. Сіздердің маған көмектеріңіз керек болады. Алдымен осы алдымыздағы жауырындарға қарандаштар арқылы бейнелерді түсіріп алайық. Әріптестер, менің бейнем дайын болды. Сіздердікі дайын болды ма? Өте әдемі шықты. Осылай сүйектерге түрлі ертегілерді түсіріп, балаларды ертегі айтқызуға үйретуге болады. Және осы бейнелер қандай сүйекке түскенін балаларға үйретуге болады. Бұл ертегі қазір жауырын сүйегіне түсіп тұр. Балалар жауырынды да Әрі қарай Бай мен Алдаркөсе ертегісін ойнау барысында балалар кейіпкерлердің рөлін сомдап, сөздік қорын дамытып, өз ойын еркін жеткізуге үйренеді. Сонымен қатар, ертегі арқылы балаларға адалдық, тапқырлық, әділдік сияқты адамгершілік құндылықтар сіңіреді. Бұл әдіс балалардың тілдік, шығармашылық және коммуникативтік дағдыларын дамытуға бағытталған. Әрі қарай мен бұл ертегілермен шектемей бірнеше дидактикалық ойындар, тағы да басқа театрлық ертегілер жасап жатырмын. Бұл Қарлығаштың құйрығы неге айыр ертегісіндегі айдаһардың бейнесі. Бұл айдаһардың бейнесі қойдың жақ сүйегінен жасалды. Айта кеткендей, сүйектерге тағы да басқа дидактикалық ойындарды түсіруге болады. Әртүрлі түстерге бояп, балаларға түстерін ажыратып, және оларға сандарды түсіріп, сандарды санатып, және ол қандай сүйекке түсіп тұрғанын ажыратуға болады. Бұл жерде асықтар, бұл асықтарды барлық бала біледі. Бұл асықтарды санына қарай орналастыру. Сондай-ақ санада салыстыр, түстерді тап деген сияқты бірнеше дидактикалық ойындарымыз сүйек беттеріне бейнеленіп, балалар ары қарай жұмыстануда. Бұл жерде сүйектерді матамен де байланыстырдық. Әрі қарай біздің бірнеше дидактикалық ойындарымызды тамашалап кетсеңіздер болады. Назар салып қарағандарыңызға рахмет.